Сәлем достар, сервер сатып алу мәселесіне ары қарай жалғастырайық. Бұл жерде екінші бөлім Hewlett Packard Enterprise HP компаниясының бір серверін сатып аламыз және соны талдап көреміз. Осы сервермен басқа серверлерді салыстырып көруге болады, не айырмашылық бар екен, бағасында не айырмашылық бар, оның құраушы бөлшектерінде не айырмашылық бар. Осындай мәселелерді салыстырып сервер таңдауда, сервер сатып алуда көмегі тиеді. Біздің қарастыратын серверлік машина ProLiant DL320 11-ші буындағы сервер болады. Және сіздерге айтайын, тура менің жанымда мына жерде тағы да HP компаниясының сервері тұр. Қазір сіздерге көрсетейін. Сервердің негізгі құраушы бөлшектері өте қиын емес, шынын айтқанда. Бұл жерде процессорды айтуға болады. Мына жерде екі процессор, одан соң жедел жад және біздің қатқыл дискілер, сақтау құрылғысы, қатқыл дискілерді айтамыз. Одан кейін сервердің қоректендіру блогы, блок питания. Мына жерде екеу болу керек, ал бұл серверлік машинада біреу. Одан басқа айтуға болатын, осы сервердің борд тақшасын айтуға болады, чипсет, барлық ақпарат алмасуды осы сервердің жұмыс жасауын қамтамасыз ететін чипсетті айтуға болады. Желдеткіштерді айтуға болады, сондай-ақ қосымша платалар салына ма, осыны қарастыруға болады. Мысалы, мына жерде сақтау құрылғыларын басқаратын storage controller, RAID контроллерлер қосуға болады. Және сервердің алдынан қарасаңыздар, бұл жерде 8 қатқыл дискі салуға мүмкіндік бар екенін көреміз. Бұл серверлік машина кішкене ескі болғанмен жаңа түрлерде аса қатты айырмашылығы жоқ. Мысалы, біз қарастыратын серверлік машинада тура осыған ұқсас келеді. Әрине, осы заманауи өзгерістер, заманауи даму барысын барлығын ол қолдайтыны белгілі. Енді былай жасап көрейік. Қазір мынандай бөлшектердің барлығын қарастырамыз. Мына жерде сақтау құрылғысы, оперативная памятті көреміз. Олай болса кірісейік. Бизнесті алға жылжыту үшін ақпараттық технология инфрақұрылымыңызды тиімді кеңейту немесе жаңарту қажет пе? Олай болса, әртүрлі жұмыс жүктемелері мен орталарға бейімделген ықшам бір юнит, бір процессор HPE ProLiant DL320 11-ші буын кеңейту мүмкіндігімен тығыздықтың дұрыс тепе-теңдігімен жақсартылған өнімділікті қамтамасыз етеді дейді. Кеңейтілген кепілдікпен келетін және жоғары әмбебаптық пен икемділік үшін жасалған HP Enterprise осы серверлік машинасы физикалық, виртуалды немесе контейнерлік ақпараттық технологиялық инфрақұрылымы үшін өте қолайлы дейді. Енді қарапайым тілмен айтатын болсақ, бұл жерде серверлік машинаның өте ықшам, өте қуатты екенін айтады. Кез келген жұмыс жүктемелеріне, кез келген программалық жабдық үшін, кез келген жағдай үшін қолдануға болады дейді. Яғни бұл әмбебап деп жазған екен. Олай болса көрейік. Мына жерде осы HP компаниясының ресми сайтына баруға болады. Және бұл серверлік машинаның бағасы $3000 басталады деп жазылған екен. Одан кейін осы серверлік машинаның барлық ақпаратын алу үшін тағы қосымша ақпараттар, сол жердегі модель, одан кейін осы модельдің ерекшеліктері, одан кейін техникалық спецификациясы, қосымша ресурстар, сол жерде Quick Specs деп аталынатын документацияны қарауға болады. Біз оған қазір келеміз. Тағы айта кететін нәрсе, бұл серверлік машинаның user guide, technical guide, service guide барлық құжаттамалары бар. Соның ішінде мысалы Google-дан іздесеңіздер HP ProLiant сервердің моделі және user guide немесе technical guide, service guide деп іздесеңіздер, сіздерге барлық құжаттар келтірілген ресми сайттан ақпаратты алуға болады және ол жерде барлық керекті ақпараттар берілген. Мысалы сервердегі ақпаратты бэкап жасау, сондай-ақ серверді орнату, кейбір қосымша детальдарын орнына қою, қатқыл дискін орнату, желдеткішті орнату, жедел жадты орнату, барлығы келтірілген және оның барлығын көрсетілген. Мысалы қалай жедел жадты орнатамыз. Қазір мен мына жерге кішкене артқа қайтайын. Жалпы айтқым келетіні, құжаттамасы өте керемет келтірілген және оны PDF форматында да жүктеп алуға болады. Одан кейін
осы сервердің тағы да бір өте тамаша ақпараты Quick Specs деп аталынатын веб парақшасына өтсеңіздер болады. Және осы жерде ақпарат өте керемет келтірілген. Қараңыздар, шолу және де осы серверлік машинаға сипаттама берілген. Оны қазақ тіліне аудармаған сияқтымын. Енді бұл жерде осы модельдердің типтері келтірілген. Мысалы 4 large form factor, 4 дискісі орнатылған, 3,5 дюймдік 4 дискісі орнатылған. Мынандай нұсқасы болуы мүмкін. Немесе бірнеше, мына жерде 8 small form factor SAS, SATA немесе SSD дискілері орнатылған. Мынандай түрі болуы мүмкін. Одан басқа тағы да 4 large form factor, 3,5 дюймдік дискі орнатылған. Мынандай түрі болуы мүмкін. Немесе басқа да осы төрттік, яғни әртүрлі модельдегі, әртүрлі типтегі серверлер келеді. Сондай-ақ оның ішіне үңілетін болсақ, бұл серверде бір процессордың бар екенін байқаймыз. Және мына жерде 8 немесе 16 слот, мына жерде жазылған болу керек, 16 DDR-DIMM слоттарын көреміз. Және қосымша PCI Express 16 деп аталынатын 5-ші буындағы 2 слотты көреміз. Қосымша бұл жерге платаларды қосуға мүмкіндік береді. Мына екеуі бізде қоректендіру блогы және оның екеуін салуға болады. Мынау біздің желдеткіштер және біздің сервердің мат платасы, сервер борд, чипсетті төмен жағында көреміз. Яғни барлығына толықтай ақпарат берілген. Бұл сервердің форм факторы 1 unit екенін айтады. Сондай-ақ chassis type деген екен. Chassis'дің типі, қаншама диск салуға мүмкіндік берілетіні жазылған. Жүйеде қойылатын желдеткіш құралдары барлығы анықталған. Енді стандартты фичаларына келетін болсақ, бірінші бұл жерде процессордан қарастырайық. Қараңыз, процессор бұл жерде Intel компаниясының Xeon Scalable процессор 4-ші буындағы процессорды қолдайды. Оның суретін мына жерде көріп отырсыздар. Және оның бірнеше типтерін қолдайды. Сондай-ақ процессорлардың өздері бөлінеді. Процессордың моделі, мысалы, соңында суффикс жазылатын болса, H, M, N немесе S деген сияқты осындай суффикстер жазылатын болса, осы процессорлардың белгілі бір бағытқа икемделгенін көрсетеді. Сондай-ақ төмен жағында 4-ші буындағы Intel процессорларының қай модельдерін қолдайтынын айтқан. Біздің мына серверлік машина DL320 мына процессордың барлығын қолдайды. Бұл жерде көретініміз, мысалы, 16 ядролы, 24 ядролы немесе 32, 8 әртүрлі модельдерді көреміз. Сондай-ақ олардың тактылық жиілігі, кэш памяты және де ақпарат алмасу жылдамдығы барлық ақпараттары келтірілген. Соның ішінде біз былай жасайық, екі процессорды мысал ретінде алайық. Екі процессор, оның біріншісі Gold 6434 процессоры, оның толық ядросы 8 және ұсынылатын бағасы $2600 екенін көреміз. Оны көру үшін Google-дан тағы да іздеп көре салуға болады, немесе Intel-дің ресми веб парақшасына барамыз. Және де осы жерде осы процессор туралы толық ақпарат берілген. Ол жердегі кэш жады, тактылық жиілігі және сервер процессорының бағасы $2600. Ол жердегі ядро саны, басқа да толық ақпараттардың келтірілген көреміз. Енді екінші процессорды мысал ретінде қарастыратын болсақ, бұл жерде тағы да Intel компаниясының 6448Y деп аталынатын процессоры. Ол жердегі толық ядро саны 32 және ұсынылатын бағасы $3583. Оның тактылық жиілігі 2 ГГц деп жазылған екен. Алайда бұл жерде тактылық жиілік процессордың ең басты көрсеткіші болып саналмайды. Бұл жерде тағы да қосымша 32 ядро, сондай-ақ 32 ядромен қоса 64 thread ағымның бар екенін байқайсыздар. Максималды 4,10 ГГц-ке дейін көтеруге болады депті. Сондай-ақ ақпараттың алмасу жылдамдығы, кэш жады және де басқа да қосымша ақпарат процессор туралы толық ақпарат берілген. Intel компаниясы, яғни процессор жады, және HP компаниясы өзінің серверлік машинасына осы процессорды салады.
Енді ары қарай танысатын болсақ, бұл жерде не келтірілген екен, мынаны жаба тұрайын. Чипсет депті, процессордың чипсеті Intel C441 чипсеті екен. Оны толығырақ оқу үшін тағы да Intel'дің компаниясының ресми сайтына барсақ болады, және Intel сервер чипсеттері. Чипсет деп отырғанымыз бұл өте маңызды рөл ойнайды. Чипсет бізге процессормен, жедел жадымен, қатқыл дискімен, басқа да қосымша қосылған карталармен арасында ақпарат алмасуды қамтамасыз етеді. Сондықтан чипсеттің рөлі процессордан, жалпы компьютердің осы серверлік машинамыздың негізгі құраушы бөлшегі осы чипсет деп айтсақ болады. Сондай-ақ жүйені басқару үшін арналған менеджмент чипсетін көреміз. Ол жерде HP Enterprise ILO 6 нұсқасы келгенін байқаймыз, және ASIC деп аталынатын технологияны қолданады екен. Оны толығырақ оқу үшін тағы да осы жерде ұсынылған веб парақшаға келсек болады. Ұзақтан басқару ILO Management System, және оның мына жерде толық ақпараттары берілген. Және ILO деп отырғанымыз не екенін түсіну үшін осы веб парақшаларда берілген ақпаратты оқысаңыз, жалпы HP серверлік машинасы оңай, өте жеңіл басқарылатынын айтуға болады. Енді серверге қойылатын жедел жадыға келетін болсақ, бұл жерде тағы да 16 DIMM слоты бар екен. Ол жерде 8 арнасы, әр 2 DIMM. Көріп отқандарыңыздай, бұл жерде осы тағы да ағымдар, жылдамдықтар барлығы жоғары деңгейде екені келтіріледі, және жедел жадының максималды сыйымдылығы 2 терабайтқа дейін барады. Түсінікті. Мысалы, біздің бір модуль 128 гигабайт болатын болса, біз оны 16-ға көбейтеміз, және 2 терабайттай жедел жад көрсеткішін аламыз. Енді жедел жадының қосымша тағы да технологиялары берілген. Сол жерде мысалы Advanced ECC технологиясы, Online Spare дейді. Тағы да осы желі туралы толық ақпарат берілген екен. Сонымен қатар Network Controller, желі контроллерлі, қандай контроллерді қосқыңыз келеді? Ол жерде 1 гигабиттен басталып 25-10 гигабит секунд жылдамдықта ақпарат тарата алатын қосымша контроллерлер бар. Енді мына жерде Storage контроллер барлығы келтірілген екен. Сол сияқты RAID контроллер барлық ақпарат мына жерде берілген. Мен оны қазақ тіліне аудардым, сондықтан осы жердегі мағлұматтармен танысайық. Жедел жады мысалы 16 гигабайттық мына бір нұсқасын ресми сайтынан барып көруге болады, және оның бағасы жуық шамамен мысалы $200 дейік. Яғни 16 гигабайт бұл жерде кішкене аздау, және оның бағасы $200 деп айтатын болсақ, онда бізге мынаның компьютерге бір 16-сын салатын болсақ, 16-ны 200-ге көбейтеміз. Сол сияқты басқа жедел жады қолдайтын, мысалы мына модель түрі, ол енді бұның сыйымдылығы 128 гигабайт, яғни бір модульдің сыйымдылығы 128 гигабайт, сондықтан оның бағасы да қымбат болады, және оның 16-сын салатын болсақ, тағы да біздің сервердің бағасына әсер ететіні түсінікті. Енді қатқыл дискілерге келетін болсақ, тағы да осы ресми сайтынан қолдайтын қатқыл дискілердің тізімі берілген. Соның ішінде мысалы біріншісі HP Enterprise 2 терабайттық SAS дискіні көреміз, және бұл SAS дискісі ресми сайтына барып көруге болады. Бұл дискінің бағасы берілмеген екен, сондықтан басқа дискілерді қарастырайық. Мысалы төмен жағында тағы да 4 терабайттық SAS дискісі келтірілген, оның да бағасы берілмеген өкінішке орай. Бұл жерде қараңыздар, бұл жерде жазу, оқу жылдамдығы өте жоғары, 4 терабайттық SAS дискісі, және бұл жерде 3 жылға кепілдігі бар екен. Одан кейін төмен жағында 10 терабайттық SAS дискіні көреміз, оның айналу жылдамдығы 7/2, бұл жерде 1 жылдық кепілдік беріледі. Осындай 10 терабайттық дискінің мысалы 4-еуін немесе 8-ін салатын болсақ, бізде бір дискінің бағасы $2000 екенін есептейтін болсақ, тағы да серверіміздің бағасы өте жоғары өсетінін байқаймыз. Бір дискінің бағасы $2400, оны 8-ге көбейтсек, бізде $20000 асып кететін қатқыл дискіні көреміз. Сондай-ақ серверлік машинаның ішіне салуға болатын M.2 NVMe дискілерін көреміз. Бұл жердегі төменде келтірілгені бұл 1 терабайттық нұсқасы, және оның бағасы өкінішке орай жазылмаған сияқты.
Бұл бізде операциялық жүйені немесе виртуализация жасауға қажетті гипервайзерді орнатуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ кеңейту слоттары серверлік машинаға қосылатын, мысалы желі құралдары, соның ішінде Broadcom, Ethernet адаптері, ол жерде 10 гигабит, 25 гигабит секунд жылдамдықта ақпарат алмасуға мүмкіндік беретін екі small form factor порты бар екенін көреміз. Және бұл желі адаптері бізге 100 гигабит немесе 200 гигабит Ethernet шешімдерін қолдануға мүмкіндік береді депті. Сондай-ақ маңызды RAID контроллер дискіні басқаруға арналған қосымша құрылғылар, соның ішінде HP Enterprise Smart Array E208IP SA Generation 10 деген екен. 12 гигабиттік SAS PCI Express плагин контроллер депті, RAID контроллерін көреміз. Бұл RAID контроллер бізге дискіні басқаруға, сондай-ақ ол жерде RAID жинауға мүмкіндік береді. Соның ішінде 0, 1 немесе 5, 10 RAID түрлерін жасақтауға мүмкіндік береді. Және бұл контроллер PCI Express кеңейту ұяшығына салынады деген екен. Бұл контроллерде SAS немесе SATA дискілеріне қосылуға мүмкіндік беретін 8 ішкі SAS жолы бар дейді. Бір уақытта RAID және HBA аралас режим операцияларын қолдайды және кез келген дискіде демалыс кезінде деректер үшін шифрлауды ұсынады дейді. Бұндай контроллердің беретін мүмкіндігі өте керемет екенін көреміз. Және оны ресми сайтынан барып өздеріңіз тағы да қосымша таныссаңыздар болады. Енді тағы да бір RAID контроллер мысал ретінде келтірілген екен. Бұл HP Enterprise MR416i 11 буындағы 16 лейн бар, 16 ағымы бар, 8 гигабит кэштен тұратын PCI Plug-in Storage контроллер дейді. Тағы да бұл PCI Express портына салынатын қосымша контроллер. Бұның берілген көрсеткіші өте керемет екенін көреміз. Және бұл да қосымша ақпаратты мына жерде оқысақ болады. Mega RAID деп жазған екен. Тағы да бұл жерде бізге RAID жинауға мүмкіндік береді. RAID 0, 1, 5, 10 қабілеттері бар. Және ол жердегі ақпаратты жазу оқу жылдамдығында өте жоғары екені жазылыпты. Және бұл контроллердің бағасы $3000 екенін көресіздер. Яғни серверлік машинаға бұндай контроллер салатын болсақ, онда біздің серверлік машинаның тағы да бағасы өсетіні түсінікті. Сервердің жалпы көрінісін біз жаңа көріп кеттік. Сондықтан ол жерге тоқтамаймыз. Hewlett Packard Enterprise компаниясының серверлерін сатып алу сіздің бизнесіңіз үшін бірнеше артықшылықтар ұсына алады дейді. Міне кейбір негізгі артықшылықтары. HP компаниясы сервер саласындағы өте үлкен ірі компания. Сондықтан бұл жерде сіз сенімділік және сапа аласыз, себебі HP Enterprise сервер индустриясында қалыптасқан және беделді бренд депті. Дәлелденген қолданыс тарихы, тағы да HP компаниясы кәсіпорын нарығында жоғары қатысу пайызына ие, және олардың серверлері әртүрлі салалар мен ұйымдарда кеңінен қолданылады. Олардың серверлері сізге сенімділік және дәлелденген шешімді ұсына отырып, ауқымды тестілеу мен тексеруден өтті дейді. Уақыт тестілеуі, яғни уақыттың сынағынан барлығынан өткен HP компаниясы негізі шынымен осы саладағы бір көшбасшы болып саналады. Масштабтау және икемділік. HP Enterprise әртүрлі бизнес қажеттіліктерін қанағаттандыратын сервер үлгілерінің кең ауқымын қамтамасыз етеді. Шағын бизнес немесе ірі кәсіпорын болсаңыз да, HP Enterprise сіздің талаптарыңызға сай өсетін кеңейтілген шешімдерді ұсынады депті. Энергия тиімділігі. Әрине, бұндай кішкентай бір сервердің арқасында бірнеше мәселені шешу, ол жерге бірнеше операциялық жүйені орнату, виртуализация жасау, бұл жерде энергияның тиімділігін беретіні түсінікті. Біріктірілген басқару құралдары дейді. Жаңа айтып кеткеніміздей, HP-ді осы серверлік машинаны қашықтан басқаруға мүмкіндік беретінін қамтамасыз ететін HP Enterprise ILO Integrated Lights Out деп аталынатын басқару құралдары өте маңызды. Оның көмегімен біз серверді кез келген жерден бақылауға, конфигурациялауға және ақаулықтарды жоюға мүмкіндік аламыз. Басқару тапсырмаларын оңайландырады және тиімді және жалпы тиімділікті арттырады депті. Кең экожүйе HP үйлесімді ақпараттық және бағдарламалық шешімдердің кең экожүйесіне ие. Бұл үйлесімділік бар
ақпараттық технология инфрақұрылыммен интеграцияны жеңілдетеді және сервер параметрлерін кеңейту немесе жаңарту кезінде біркелкі тәжірибені қамтамасыз етеді депті. HP-дің шығаратын өнімдері бизнеске қажетті құралдары қамтамасыз ететін бағдарламасы өте кең және басқа да технологиялармен үйлесімділігі өте тамаша деген екен. Сондықтан түсінікті HP-дің қолдайтын құралдары және HP-ге сәйкес келетін басқа да бағдарламалар құралдардың көп екені түсінікті. Қауіпсіздік мүмкіндіктері деген екен, HP Enterprise ол рұқсатсыз кіруден және деректерді бұзудан қорғауға көмектесу үшін неше түрлі қауіпсіздік технологияларын жасақтаған дейді, және сіздің ақпаратыңыз, сіздің серверлік дата центріңіз жалпы өте қауіпсіз болатынына сенімді болыңыз депті. Инновациялар мен технологиялар саласындағы көшбасшы дейді. Тағы да осы HP компаниясы әртүрлі инновациялық технологиялық құрал жабдықтар жасап жатады. Сондықтан бұл компанияның артықшылығы өте жоғары. Тұтастай алғанда HP Enterprise серверін таңдау сіздің бизнесіңізді тамаша қолдау қызметтермен және инновацияларға бағытталған технологиямен қамтамасыз етеді депті. Жалпы HP компаниясының серверін таңдай отырып, біздің бизнестің алдына қойылатын көптеген мәселені шешуге болады, көптеген бағдарламаны орнатуға болады. Бұл құралдардың өнімділігі, сондай-ақ сенімділігі өте жоғары. Басқа компаниялар туралы да жақсы пікірлер айтуға болады, мысалы Intel, Dell. Олай болса, келесі сабақтарда басқа да фирмаларды қарастырайық. HP-дің құралдарына тағы да болашақ сабақтарда келеміз.